Супер қабілеті бар адамдарды тек кинодан ғана емес, шын өмірде де кездестіруге болады. Мүмкінсіз комикс немесе кинолардан аспанда ұшып қабырғаларда жүгіре алатын супер адамдарды көрген шығарсыз. Ал егер осы көркем фильмдегі кейіпкерлердің қабілетіне ұқсас қасиеті бар адамдар шын өмірде бар десем қалай қарайсыз? Ол адамдардың қабілеттері таңғаларлық. Әрине, олар Халк, өрмекші адам немесе Супермен сияқты емес. Бірақ ол адамдардың әрқайсысы өте ерекше әрі таңғаларлық күштердің иегерлері. Тіпті кей осындай жағдайлардың сырын ғалымдар да шеше алмайды. Бұл видеода біз осындай супер қабілеті бар адамдар жайлы айтатын боламыз. Сәлем құрметті көрермен, Шакамуроның арнасына қош келдің. Шай-пайларыңызды дайындап, қызықты видеоны тамашалауға дайындалыңыздар. Арнаға жазылып, löпіл басып қойсаңыз, тіпті керемет болар еді. Сонымен қатар, менің арнамда тағы қандай қызықты деректерді білгіңіз келетіні жайлы астыға жазсаңыз болады. Ал мен өз кезегімде барлығын оқып, ең қызықты тақырыптарды келесі шығарылымдарда баяндауға тырысатын боламын. Вим Хоф, мұз адам. Голландиялық Вим Хоф өте төменгі температураларға шыдай алатын қабілетке ие. Ол қар үстінде жалаң аяқ марафон жүгірген. Сонымен қатар 1 сағат 52 минут бойы мұз салынған шыны қорапшада тұрып, әлемдік рекорд орнатқан. Оған қоса ол бір ғана іш киіммен Килиманджаро тауының шыңына шыққан. Осы жетістіктері үшін оған көпшіліктің арасында мұз адам деген атақ берілді. Вим Хофтың айтуынша, осындай температураны сезбеу қабілетін тек медитацияның арқасында дамытқан. Зерттеушілер Вим Хоф өзінің вегетативті жүйке жүйесі мен иммундық жүйесінің реакциясын басқара алатынын мәлімдеді. Стивен Уилтшир, керемет есте сақтау қабілеттің иегері. Стивен 3 жасқа толған кезде дәрігерлер оған аутизм ауруы бар деген диагноз қойған. Сондықтан ол арнайы мектепте оқып, өзінің сурет салу қабілетін дамытты. Стивен қала суреттерін салатын суретші. Ол есте сақтау қабілеті арқылы дәлме-дәл кез келген қаланың бейнесін сала алады. Тек тікұшақпен қаланың үстінен бір ғана рет ұшып өтсе жеткілікті. Оның салған қалаларының дәлдігі кез келген адамды таң қалдыратыны сөзсіз. Стиг Северинсен, қос мекенді адам. 2010 жылы даниялық дайвер Стиг Северинсен бассейнге сүңгіп су астында 20 минут 10 секунд болған. Сол арқылы ол Гиннестің рекордтар кітабындағы су астында ешқандай құралсыз ұзақ уақыт бойы болу рекордын жаңартқан. 2 жылдан кейін үрейсіз Стиг өзінің рекордын жаңартып, су астында 22 минут бойы демалмай тұрған. Ұзақ уақыт бойы демалмай тұру Стигтің жалғыз қабілеті емес. Оған қоса ол қалың мұз астында ұзақ уақыт бойы ешқандай қиындықсыз жүзе алады. Бұл бағытта да бірнеше рекорд жасаған. 2010 жылдың суық күнінде қалың солтүстік мұхиттағы мұздың астымен ол 72 метр жүзіп өткен. Алдыңғы Вим Хофтың рекордынан 14,5 метр артық жүзген. Стиг салқын суда өзін балықтай сезінеді. 2013 жылы фридайвер өз рекордын жаңартты. Бұл жолы ол 76 метр 20 сантиметрді 1 метрлі қалың мұз астымен гидрокостюмсіз және жүзу қанаттарынсыз бағындырды. Ал бір ай бұрын гидрокостюммен және жүзу қанатымен, бірақ демалу құралынсыз рекорд қойған болатын. Ол кезде 152 метр жүзіп өтті. Егер бұл өмірде қос мекенді адам бар болатын болса, ол әлбетті түрде Стиг болар еді. Дэниел Браунинг Смит, әлемдегі ең икемді адам. Дэниел Смит Гиннестің рекордтар кітабына 7 рет жазылған. Ол өз денесімен мүмкін емес заттарды жасай алады. Теннис ракеткасына еш қиындықсыз кіріп шығады. Адам сеңсіз түрде майса алады және кішкентай қорапшаға толығымен сыйып кетеді. Дәрігерлердің ойынша осы керемет икемділік Дэниелде туылған кезінен бар. Бірақ ол өзі осындай керемет икемділікті максималды түрде әрі қарай дамытқан. Тим Кридланд, ауру сезбейтін адам. Бұл адам көпшіліктің қалайтын супер қабілетіне ие. Бірақ адамдар бұл қасиет мойынға жүктелген өте сұмдық ауыртпалық екенін түсіне бермейді. 10 жылдар бойы Тим өзінің ауруға толығымен шыдай алатын қабілетін бүкіл әлемге көрсетіп жүрді. Ол өзін найзамен тесіп, от пен қылышты жұтып, шегелерге жатқан. Бұл тек өзінің өмірінде жасаған қауіпті көрсетілімдердің аз ғана бөлігі. Тимда Гиннестің рекордтар кітабына жазылған. Славиша Пайкич, батарейка адам. 10-1 ампердегі тоқтың соғысы адамды мерт қылуы әбден мүмкін. Бірақ бұл Славиша Пайкич үшін тым да емес. Славиша өз қабілетін 17 жасар кезінде байқаған. Сол кезден бастап ол өз денесінен 20 000 вольттан асатын тоқты денсаулығына еш қатерсіз өткізе алады. Дэниел Таммет, компьютерден мықты ми, өте мықты есте сақтау қабілетімен математиканы жақсы меңгерген адамдар аз емес. Олар өте қиын математикалық есептерді еш қиындықсыз компьютерден тез шеше алады. Немесе 10 жыл бұрын өзінің басынан өткен жағдайды секундтық дәлдікпен еске түсіре алады. Кішкентай кезінде Дэниел эпилепсиялық аурумен ауырған.
Кейіннен оған Аспергер синдромы деген диагноз қойылды. Бірақ бұл Дэниел үшін ешқандай қиындық туындатпады. Ол өте мықты есте сақтау қабілетіне ие және бәрінен мықты ойда есептей алады. 2004 жылдың 14 наурызында Дэниел Европаның рекордын жасады. Ол пи санынан кейінгі қайырмадан соң 22514 санды дәл айтып шыққан. Ол үшін оған 5 сағат 4 минут қажет болды. Және ол бір аптада кез келген таныс емес тілді игере алатынын дәлелдеді. Скотт Фламбург, калькулятор адам. Бұл Дэниел Таметтің қабілетіне ұқсас қабілетке ие тағы бір адам. Бұл адам сенгісіз математикалық қасиеттерге ие. 9 жасар кезінде Скотт өзінің ұстаздарын математикалық есептерді дәптерге жазбай шығара алатындығымен таң қалдырған. Кейіннен ол өзінің формулаларын ойлап таба бастаған. 2014 жылы Скотт 15 секундта 2 таңбалы санды өз-өзіне 36 рет көбейтіп, Гиннестің рекордтар кітабына жазылды. Исао Мачи, қазіргі заманның самурайы. Исао жапон. Сондықтан оның қылышты жақсы меңгеретінінде тұрған еш нәрсе жоқ сыңайлы. Бірақ ол әуеде жылдамдықпен ұшып келе жатқан теннис тобын тіпті оқты қылышпен екіге бөле алады. Қазір оның көптеген жарыстардан ұтқан жүлделері бар. Исаоның айтуынша, оның қабілеті ата-бабадан қалған сый емес, термен келген еңбектің арқасы. Синх Абу, ешкімде жоқ қан тобы. Бір күні террариумда жұмыс жасайтын Синх Абуды улы жылан шағып алған. Бірақ осы жағдайдан кейін оның денсаулығы еш нашарламаған. Осы ғажаптың сырын білу үшін ол дәрігерлердің көмегіне жүгінеді. Нәтижесінде Синхтың тамырындағы қан әлемде жоқ болып шықты. Оның қаны ешқандай қан тобына жатпайды. Ал қанға түскен жылан уы тамырларда ыдырап азыққа айналады екен. Осымен біздің супер қабілетке ие адамдар жайлы видеомыз соңына жетті. Егер сізге осы бейнежазба ұнаған болса және осы тектес ақпараттарды білгіңіз келсе, арнаға жазылып лүпіл басыңыз. Ал сіз менің көптен бері келе жатқан көрерменімнің бірі болсаңыз, маған көрсеткен қолдауыңыз үшін алғыс айтамын. Әрдайым менімен бірге болыңыздар. Ал сіздермен бірге болған сол баяғы Шака Муро. Келесі қызықты деректерде кездескенше, қош сау болыңыздар.